Мейірман аға, бірінші сұрақ сізге, сот үкіміне келісесіз бе? Сол жайлы қысқаша пікіріңізді айтсаңыз. Енді оны алдында да біз сұрадық, соттан шығасыңа қазір де қысқаша қайда кетсеңіз. Сот үкімімен жалпы келісеміз. Енді мен Қыржабай Нұрмұхамедтің тікелей басты өкілімін ғой. Бір жері бар келіспейтін, бірақ соған қарамастан жалпы келісеміз деген тұжырымдамыз. Бірақ біздің әлі де апелляциялық шағым түсіруге уақытымыз бар, сондықтан ол ашық сұрақ. Бір жермен келіспеймін, нақтырақ айта кетсеңіз, шөбін тоқталып. Ол бастапқыда Нұрқиясқа қатысты жазағымен сәл келіспейтіндігін жеткізген. Бірақ жалпы олай қалған бөліктердің бәріне жалпы келісіп тұр деп те айтса да болады. Сондықтан біздің әлі өзімізге берілген мүмкіншілікті пайдалануымыз да мүмкін. Қазір енді шыны керек үкім шықты, судьяға қарасын айтып нүктесін қойды дегенмен де үкім шыққанмен де қазір қоғамда мынандай бір сөздер желді есіп жүр десек болады. Мысалыға берілген жылдар 23 жыл, 20 жыл, 15-7 жыл, көп адамдар, тіпті кейбір заңгерлер, тиктокта, әлеуметтік желіде оны есептеп, яғни уақытша ұстау изоляторындағы 1,5 күнді 9 айды есептеп, сонымен қатар шартты түрде босап шығу жаңағы 3-тен 2 бөлігін, соның барлығын есептеп, қазіргі таңда мысалыға ең көп алған бізде Абзал Шынасыл 7 жыл, 7,5 жылдың ар жақ бер жағында шығады, ал 7 жыл алғандар, кәдімгі бұзақылықпен кеткендер 1,5 жылдың ар жақ бер жағында шығады деген осындай мәліметтер шығып жатыр да, осының ақ-қарасын қойсақ. Шынасыл 23 жыл алды. 23 жыл алды, бірақ оның жаңағы СИЗОда отырған күнін және СИЗОда қазір отырды, сот үкімі шыққаннан кейін соған дейін ғана енді түрмеге барғанша дейін ғана есептеледі ғой, түрмеде уже бір күні болып есептеледі. Сол екіншіден бұл шындыққа сәйкес келмейді, бұл аса ауыр қылмыс. 3-тен 2-сін отыру керек. Бір, сіздің бана айтқандарыңыздың ішінде азаматтық талап неге екені айтылмаған. Қыржабайдан бастапқыда біз азаматтық талап қоюдағы мақсатымыз сол шартты жазада ертерек шығып кетпеу болған. Яғни қазір Шынасыл Абзал 60 миллион қарыз жәбірленушілерге. Ол соны толық төлемейінше шығылмайды. Ол бір. Екіншіден, бұларға шартты жазаға шығару кезінде кәдімгідей сот болады. Жәбірленушілер шақырылады, олардың пікірі ескеріледі. Сондықтан енді әлеуметтік желі ол әлеуметтік желі ғой. Заңды тұрғыда мен қазір ойламаймын жақын арада шығады деп. Ал бұзақылық бабымен кеткендер олар азаматтық талапты өтеп бітсе, уже шартты түрде бұлай босап шыға алады. Енді қараңыз, азаматтық бұзақылық талаптарда ортақ түрде, ортақ үлесте деп мен талап қойдым. Ол не деген сөз? Мысалға 30 миллион болатын болса, оны әрқайсысынан бөлгенде 10 миллион деп есептейікші. Ол өзінің бір мысалға Дархан Аскентай, өзіне тиесілі 10 миллионға жәбірленушіге төлейтін болса, бірақ қалғандары өздерінің қарыздарын төлеп бітпейінше ол да шыға алмайды. Өйткені оларды бір-біріне байланыстырып тастаған. Ортақ түрдегі деген сол жеке-жеке болатын болса, олар әркім өзінің бана үкіммен берілген қарызын өтеп, содан кейін шартты жазаға олар өтініш хат түсіре алады. Ол мынау төле деген болды деп шығара салмайды. Кәдімгідей оның шартты жазаға шығу үшін де шарттары көп оның. Ол тәртіпті түрде көрсету керек, басқа жағы көрсету керек. Бұзақылыққа кеткендердің жәбірленуші тараптың рұқсаты сұрала ма? Сұралады. Барлық кезде сұралады ол. Есептелінеді, сондықтан білмеймін, әлеуметтік желіде кімдер айтып жатқан. Мен де байқадым, талап арызды ескеріп жатқан жоқ, содан кейін жәбірленушілерге айтпай-ақ шығып кетеді деген әңгімелер болып жатыр. Бұл жағдайда бұл резонанс тудырған іс. Менің ойымша мүмкін емес ол. Үкімде де болдық, көрдік барлығын. Енді шыны керек, біз журналистер тарапы бір айқай-шудың болатынын білдік, сездік, дегенмен дәл осындай реакция болады деп оның тарапынан ешкім күтпеді шыны керек. Онымен қатар жаңағы сотталушылар отырған кабинкасының жаңағы терезесінің сындыра жасап сіздерге ұмтылған бар. Сол кезде сіздер не сезіндіңіздер? Менің ойымша бүгін Перизат Садуақас Хайруллина жаңағы жоғарғы соттың коммуникация жетекшісі Фейсбукқа жазыпты да,
менің аяғым дірілдеп кетті, өзімді қоярға жер таппай кеттім, ондай реакцияны мен де күтпедім деп. Сіздерге қарай ұмтылған кезде енді мен сол күні бара жатқан кезде өзімнің әріптесім бар, Бағдәулет ханым екеуміз шыны керек талқыладық. Енді басты жәбірленуші тарапынан да айыптап отырған сол екеуміз ғана ғой енді. Қалғандары көмектесіп отырды, олар да өз жұмысын атқарып отырды. Сол кезде біздің өзімізде бір жүрегімізде бір қиналыс болды. Олар өйткені өкініп тұрғандай барлығы, біреу өлең айтып жатты, өлең оқып жатты, біреу өкініп жатты, халықтан кешірім сұрап жатты. Енді біз де адамбыз, біз енді салқын қанды боламыз. Десе де сол екеуміз талқыладық. Мейірман қалай болар екен, шынымен де жазықсыз біреу кетіп қалмай ма екен деп. Сосын барғаннан кейін осы бұна үкім шыққаннан кейін шыны керек шынайы бет пердесін біз көрдік қой. Бізге қарай ұмтылған әйнекті ұрған кезде шығып кете жаздады ғой бүт қарағанда. Менің қасымда тұрған Бағдәулет ханым да аяқ қолы діріліп кетті, рас әйел адам болғаннан кейін ол қатты дірілдеді, не істерін білмей қалды, бір орында тұрып қалды. Сол кезде бір-бірімізге қарап айттық, иә, негізі біз қаншама күзетір, қаншама халық қарап тұрғанда, егер олар өздеріне осылай көрсетіп тұрса, әрине ол басқа жерде анау оқиға болған орында дәл солай болған деп өзіміз пайымдадық. Сондықтан бір жағынан біздің өзімізден жүктік түскендей болды. Иә, шынымен де шынайы қылмыскердің бет бейнесін көрсетті олар. Сонымен қатар маған соттан менен бас аяғын бақылағаннан кейін сол жерде отырып бір ұнаған тактикаңыз сіздің, ол бейне тіркегіш, яғни видеорегистратор. Дәл осы сәт Бишімбаевтың сотындағы бір сәтке өте қатты ұқсас болды, және ол бір сіздің тараптан ұтымды пайдаланған сіздің бір жоспарыңыз болды ма? Яғни Бишімбаевты біз білеміз, ол соңына дейін еш мойындамады, бірақ оның телефоны ашылған кезде, видеоларды көрген кезде барлығы 100% көзі жетті десек те болады. Дәл осы сәтте сізде бір өзіңіздің тактикаңыз ба, ол жаңағы куәлер жауап бергеннен кейін, сотталушылардың барлығы жауап бергеннен кейін соңына қарай жаңағыны дискіні ұсындыңыз. Сол кезде шыны керек ешкім шокта болмаған, ешкім ұмытып кетпеген, барлығының тек бір актерлік ойын болғандығы шыны керек дәлелдеп бердіңіз. Бұл сіздің әу бастағы өзіңіздің тактикаңыз сол ме еді? Өйткені ол диск сізде әу баста болды ғой қолыңызда. Жалғыз ол бейне жазбаға емес, мен өзім барлық істе өзім стратегия құрамын. Яғни барлық айғақтарды соңына дейін қалдырамын. Бастапқыда біз сұрақтармен, өздеріне былай айтсаңыз, былай айтқанда мүмкіншілік бердік, мойындауға да басқасында. Содан кейін қарап отырсаңыздар, айыптаушы бірінші мемлекеттік айыптаушылар жасайды. Біз байқап отырмыз, мүмкін солар шығарып қалар деп. Олар өтіп кеткен кезде біз шыны керек бір жағынан өзімізді қуандық, бізге қалды. Одан кейін соңында біле білсеңіз, мен өзім әріптесіме оқы дегенде оның өзі оқи алмай, өзім қанша ауырып тұрсам да ертесінде түнімен дайындалып, таңертең соны жарияладық. Иә, ол бір бомба болғандай болды ғой, шыны керек. Бейне жазбадық, нақты көрініп тұрды. Кімнің қандай әрекет жасап жатқаны, ешкімнің де шок болмағаны, біз ол бейне жазбаны шыны керек біліп отырдық. Бірақ содан кейін барлық күмәндар сейілді деп ойлаймын. Одан қалса, дәл сол өтініш хаттарды біз қызға қатысты өтініш хаттармен бастапқыда миымда жүрген нәрсе, сол бейне жазбаны жариялағаннан кейін мен тұрдым да оқып бердім. Соттың уже күмәні болмады. Соның өзінде де кейінге қалдырды, бірақ енді қаулы қабылданды ғой, жеке қаулы шығарылды. Ол біздің тактикамыз. Иә, өйткені көбісі соны талқылады, өте ұтымды тактика болды, барлық жауап бергеннен кейін. Өйткені біз білеміз, екі куәгер қыздың да, екі куәгер Розбакиев пен Қазикеновтың де бейнесі деп енді айтуға болатын шығар, ашылған сәтті сол видеорегистратор болды. Дәл осы куәгерлерге тоқталайықшы, мысалыға Дидар Қалиахмет. Дидар Қалиахмет, ол мен кінәлі емеспін, тек бақыладым, менің кінәм, бәр кінәм, ол тек жедел жәрдем шақырмағаным деп айтты ғой. Енді қарайтын болсақ, жаңағы Қазикеновтың де, Юлдашевтың да, тіпті қаруды жууға көмектескен Дананың да, жаңағы Эльмира деген қыздың да істеген іс-қылықтары, әрекеттері сол оқиғада Қалиахметтен тіпті жоғары деп халық сондай баға беріп жатыр да, мен үшін де, журналист үшін де сырттай сондай болып көрінді да, бірақ
неге қаруды жуған адам, көмектескен адам, барлығын машинада бұлдай сайрап айтып отқан адамдар неге тергеу оларды куәгер статусына жіберіп қойды? Бұл тергеудің бір салғырттығы ма, неге ол? Ол сұрақ біздің де көкейімізді тесті шыны керек. Енді біз өзіміздің болжамымыз бар, бірақ енді ол нақты дәлелденбегендіктен айта алмаймыз. Иә, бастапқыда барлығы 99 баптың 2-ші тармағымен сараланған әрекеттері. Яғни бағана топтық қылмыспен адам өлтіру фактісімен сараланған. Кейінірек Қаскенов, Юлдашев, олар да қорғануға құқығы бар куә ретінде жауап тартылған. Енді екеуі шығып кетеді. Енді бұл жерде айта кететін қарасаңыз, Думан Ысқақ деген жас бала бар, оның әрекеті олардың қасында үшін баланың ойыншығы. Ол жеке бөлек жүрді, ешқандай машина ішінде жүрген жоқ. Олар машинамен бірге жүреді, оқиғаны талқылайды. Содан кейін бұлар күдіктілер қатарынан шығып қалады. Тергеу кезінде ол салғырттық деп айтуға болады. Өте кәдімгі таңғалатын нәрсе да, қаруды жуған Дана да айтып тұр, Абзал да айтып тұр. Өздері мойындап тұр. Ал қаруды жууға көмектесу, бұл енді жай қарапайым заң сауатымыз болмаса да, оның қылмысқа бір қатысы бар деген нәрсе, бір пұшпағы бар деген нәрсе. Әрине, сол бейнежазбаны көріп тұр ғой. Мысалға, Эльмира келді де, сотта мен қазақша білмеймін деп сөйледі. Оны біз қаншама қазақша білетіндігін сол жерде тырысып бағып жаттық. Бірақ автокөліктің ішінде білсеңіздер, ол телефон шалады да біреумен сөйлеседі. Біреумен сөйлескен кезде де қазақша емін-еркін сөйлеп отырады. Оқиғаны ешбір бүкпесіз, шоксыз, есалаңсыз, мен айттым ғой, есалаң деген сөз болды. Баяндап береді. Шок адам ондай баяндай алмайды. Ол бар. Екіншіден, мен психологтармен де сөйлестім, сол кезде олардың бәрін айтқаны, арақ ішкен адам шок болмайды. Шок жағдайда болмайды. Шок деген содан кейін бір секундтық нәрселер ғой адам. Көп болса бір 5 минутқа да жетпейді. Қалған кезде адам өмір бойы шок болып жүрмейді. Қалған кездерде есін біліп тұр ғой. Соған қарамастан олар қылмыс жасалғанын хабарламады. Қолдарында телефон тұр. Біреулермен сөйлесіп жатыр. Талқылап күліп жатыр. Бір-біріне жаным деп жатыр. Шок адам біреуге жаным дей ма? Өз басын не айтып не қойғанын білмейді. Сөздерінің бәрі жүйелі түрде айтылып тұр, солай ғой. Яғни олардың бағана айтып тұрғаны шок болдық деген бейнежазбамен де басқа да дәлелдемелер аяқтармен шынымен жоққа шығарылады. Ол бейнежазба болмаса да, оның бағанағы шок болмағанын біз дәлелдеп бердік деп ойлаймыз. Сонымен қатар судья Жанұзақов үкім шығарған кезде айтты ғой, енді осы 4 куәге байланысты жеке қаулы шықты, яғни прокуратураға іс-әрекеттерін қайтадан зерттеуге жіберді, қателеспесем. Енді оның жауабы қанша күннің бір ай ішінде олар сотқа жауап беру керек. Сіз бір сұхбатыңызда айттыңыз, өткенде бір журналистке берген кезде, егер сотталушылар кінәсін мойындап басын деген кезде, оларға жаңағы қазіргі алған жазадан сәл төмен түсуі мүмкін еді дедіңіз да, ол қаншалықты төмен түсе қояды? Қылмыстық кодекстің 53-54 баптарына сәйкес жазаны жеңілдететін мән-жайлар және ауырлататын мән-жайлар тізімі көрсетілген. Яғни адамның өзінің өкініп қылмысты мойындауы, тергеумен бірге әрекет жасауы, ол жазаны жеңілдететін мән-жайларға жатады. Ондай кезде сот оның шынайы өкінгенін есепке ала отырып, жазасын төмендетеді. Енді ол соттың қарауында 2-3 жыл әртүрлі төмендетер еді. Ал мойындамаған жағдайда, егер сот айғақтармен, жиынтығымен дәлелденіп тұратын болса, ол максималды жаза беруге тырысады. Көпшіліктің көкейін тескен тағы бір сұрақ, оны қоймасқа болмасын, ертең бәрі сұрайды. Мылтық енді сол күйі тергеу бойынша да, сотта да белгісіз бір тұлғаның әкелгенімен қалды, соңына. Сол ақыры кім әкелгені жабық күйінде қалды. Соттың қазір қарар бөлігі жарияланды. Ал сот енді барлық толық нұсқасы, түпкілікті нұсқасын әлі шығарған жоқ. Шығарған кезде мүмкін ол мылтыққа да қатысты сот өзінің құқықтық бағасын беріп кетуі мүмкін. Бірақ тергеу барысында ол белгісіз тұлға алып келді деп, сот сонымен де шектелуі де мүмкін. Өйткені сот барысында ол кімдікі екенін анықталған жоқ. Сотталушылардың бәрі нұрғанатты көрсетті, бірақ олар сотталушылар ғой.
басқа азаматтар емес, сотталушылардың позициясын бәрі сол Нұрғанатты көрсетуге келісіп алуы да мүмкін. Бірақ ол мылтықтың кім әкелгені бұл істе мен ойлаймын қатты маңызды емес. Нұрғанат алып келсе де ол мылтықтан дәл сол сотталушыларға қатысты бір дене жарақаттар түсірілген жоқ, оқ атылған жоқ. Егер ол қылмыстың нысаны болатын болса, оны анықтау міндет еді. Бұл жерде бірақ басқа факт, адам өлтіру фактісі, яғни пышақ жарақаты және ұрып-соғу, бұзақылық, соның шеңберінде ғана сот қарай алады. Толықтырылған және мән-жайдың толықтырылған объектілерін қамтамасыз ету керек. Бірақ мылтық пен адам өлу фактісінің бір белгілі бір, мен шын айтсам, өзім байланысын көрмеймін. Егер мылтық атылып, содан барып ұмтылып барып пышақ жарақатын жасаса, онда айтуға болады. Мылтық атылған жоқ қой. Атылса, өздері айтып отқандай аспанға атылды. Енді мына Қаржаубайға қатысты, сол кезде өзіңізді естідіңіз ғой, Қаржаубайда қамалсын деген ұрандатып, сол кезде ата-аналары да сұхбат берді. Бүгін ақпарат шықты, сотталғандардың туыстары президентке үндеу жасады. Үндеуге Қаржаубайдың жаңағы пышақ алғанын, Нұрғанат Қайырбаев марқұм қайтыс болған кезде митинг шақырғанын, соның бәрін жіпке тізіп шыққан еді. Сол жерде жаңағы бас прокуратуранда басқанда бүкіл Қаржаубайдың іс-әрекетін қайтадан зерттеп тергесін деп президентке үндеу жолдаған. Жаңағы доктор, сол бастап тұр, қалғандары туыстары қоштап тұр деп айтсақ болады. Осыған байланысты енді былай қарасаңыз, Шерзаттың әкесіне жала жауып отыр деп айтуға болады ғой. Енді осында доктор деген мен енді Қаржаубайдың ғана ісімен емес, ол докторға қатысты Бақыт Рейімованың да ісімен айналыстым. Қаржаубайдың қазір докторға қатысты берген талап арызымен де сотқа қатысып жатырмын. Қаржаубайдың докторға қатысты жала жабу фактісімен әкімшілік істі де қозғаттым. Біреу білсе, біреу білмейді. Доктор деген азамат мынандай ғой, өзі құлап жатып сүрінген күлген адам. Біле білсеңіздер, сол Бақыт Рейімованың ісі бойынша ол 20 тәулікке қамалып келген. Біздің сотқа қатысуымыздың арқасында жала жабу фактісімен. Енді ол бір үндеу жасады екен деп мен ойлаймын, президентіміз қатты бір назар аударатындай үндеу жасап отқан жоқ. Доктордың негізгі мақсаты менің ойымша ол кек алу. Ол өзін бір қоғамдық әділеттікті орнатайын деп көрсетеді. Доктордың өзін өмірбаянын оқысаңыз, ол өзі алаяқтық бабымен сотталған азамат. Әйелімен ажырасып 6 миллионда, менің білуімше 6 миллиондай қарызы бар, балалармен араласпайды. Алимент қой, алимент, ол өзін сонда осы моментті пайдаланып Қаржаубайдан кек алып жүр. Өйткені бір емес бірнеше рет Қаржаубай тарапынан ол жеңіліске ұшыраған адам. Сондықтан сот негізі президент болсын, басқа болсын, ол тәуелсіз. Президенттің өзі сот билігіне араласа алмайды бізде заң бойынша. Енді Қаржаубайдың ісіне қатысты. Пышақ алып шықты деді, оны бәріміз көрдік, оны жоққа шығармаймыз. Мен өкілі ретінде оны жоққа шығармаймын. Пышақ алып шықты, бірақ ол пышақпен біреуге кезенді ме? Ол белінен жоғары көтерген жоқ ол пышақты. Қорғану мақсатында алып шықты, бірақ сабырлығын сақтап ол кезінген жоқ. Екінші рет алып шыққанда пышақты мен соттың назарын аудардым, бірақ көбісі соны алды қашқында байқамады. Пышақ қайда деген сияқты. Қаржаубай магазинге кірген кезде пышақ тастап кетеді. Ол бейнежазбаны көрсетсеңіз, мен сіздерге бөліп көрсете аламын. Содан кейін барып пышағын тастап кетіп, сыртқа шыққаннан кейін барып бағанағы қайғылы оқиға орын алады. Ол пышақпен де ешкімге дене жарақатын келтірген жоқ. Мен де бәрінен деп басып сұрап отырмын, саған пышақ кезеңді ма, жарақат келтірді ма деп. Егер ешқандай ешкімге дене жарақатын келтірмесе, Қаржаубайдың іс-әрекетінде қандай қылмыс бар? Бар болса, ол жерде әкімшілік құқық бұзушылық бар, бұзақылық бар. Пышақпен жүруге болмайды сыртында. Бірақ бізде қылмыстық кодекстің 32-ші бабы бар, қажетті қорғаныс деген. Қорғану мақсатында пышақ емес, мылтықты да атуға құқылы. Ол өзінің территориясында тұр. Өзінің тауарлары тұр, ақшалары тұр, бала шағасы тұр. Ол енді қорғанбағанда кім қорған?
Ал басқа жақтан таксимен келеді да, солардың айтулары бойынша олар қорғануға келді да. Қорғану деген не, ол тығырыққа тірелген адамның іс әрекеті. Ол басқа барар жер жоқ, ол тастап кете алмайды оны. Қаншама қарызы бар, қаншама жалғалып отыр. Бала шағасын қорғану мақсатында ол пышақ кезенсе де, ол бағанағы баппен саралануға да жатады. Ал қазіргі таңда Қаржаубай бүйтті деп, енді ол қалыпты жағдай ғой. Олардың енді басқа келтіретін уәжі болмағаннан кейін сондай келтіріп жатыр. Енді Қаржаубайдың өртенген үйіне тоқталайықшы. Күні кеше ғана Жан Ахмадиев блогер жазды өзінің парақшасында, еңбекші қазақ ауданының әкімдігі үй өртенгенде баста салып береміз деген уәде берген екен. Қазіргі таңда ол үйді әкімдік салмайтыны белгілі болды деді кеше Жан Ахмадиев. Соған қарағанда енді Қаржаубай өзі халықтан көмек сұрауға бел шешкен сияқты. Осыған байланысты, үйдің өртенгеніне байланысты тоқталайықшы. Бұл іс, енді бұл да қылмыстық іс болып получается. Осы қылмыстық істі сіз аласыз ба? Және Нұрғанат Ғайыпбаевтың да қылмыстық ісі алдағы уақытта сіз қарап. Олардың отбасының бәрінің үміт артып отқаны мен. Ол істі мен білем. Мен Шерзаттың ісін алып жатқан кезде тергеушілер алып келіп мен танысқанмын ол іспен. Бірақ біз кейінге шегеріп қойдық, себебі екі істі алып жүру қиын. Біріншіден үй өртену бойынша іс қысқартылған болатын. Кейінірек мен тергеушімен сөйлескен кезде ол іс қайтадан жандандырылды деді, яғни ішкі істер министрлігі тарапынан өздерінен. Сонымен қатар Россияға біздің құқық қорғау органдары тиісті сауал жасаған спутниктен, сол уақытта кімдер болды, қандай нелер көрінеді деген сияқты. Оны енді білмеймін, жауап келді ме келмеді ме. Соңғы рет мен осы бір-екі апта бұрын сөйлескенде тергеушімен әлі келген жоқ делінді. Енді үйге қатысты акимат салып берем деген рас, мен оны кезінде де көрдім. Әлі күнге дейін салынбай жатыр деп, енді жүгіріп жүргендері рас. Бірақ Қаржаубайдың позициясы мынандай. Мен енді тікелей Қаржаубайдың өкілі ретінде ашық айта аламын. Ол ақша көздеп отқан жоқ. Керек болса, ол үйдей маған керек емес еді. Ол әділдікті іздеген адам. Енді шыны керек осы уақытқа дейін әділдікке қолым жетеді деп ойлаған жоқ қой. Бар сұрағаны менің баламды аға қараламасын ішті. Бірінші келгендегі талап қойылғаны, маған аманат қылып жасағаны сол болды. Себебі менің білімше қазір сол кезде ол жай алды. Шерзаттың өзін қаралайтын. Айналып келгенде солай болды ғой. Ана жақтың адвокаттар айтты, тәрбиесі дұрыс емес деді, Шерзат өзі атылды деді. Яғни Қаржаубай соның бәрін алдын ала білді. Аллаға шүкір, оның да баласын қаралауға жол бермедік, алып шықты. Содан кейін кеше Жан Ахмадиевтің барғанын мен білем. Олар сбор туралы мәселені туысқандары көтерген рас. Бірақ Қаржаубай өзінің соңғы шешімді Қаржаубай айтады. Қаржаубай әзірге мұндайға келісім берген жоқ. Ашып қалуыңыз мүмкін, мен де оған қарсы емеспін. Өйткені Қаржаубай принципиально ол өз маған түк керек емес деп отырған адам. Бірақ енді жан-жақтан жан айтып отыр, біз айтып отырмыз, халық көмектесеміз деп бізге де жазып жатады, менің инстаграм өте көп жазады, көмектесейік деп. Ол енді уақыттың еншісі шығар. Егер басында айтым деген енді айтты ғой, біз меценаттарға көмектесеміз, үй алып береміз деп. Оның да жыры созылып, менің білуімше Астанадан бір түкпірден 44 шаршы метр үйді ұсынған айтым. Мамасымен мен сөйлескенде сонда айттым. Ерман деді, мен қайда барамын 44 шаршы метрге, мен мына отбасымен қалай сиямын деді. Содан кейін ол сол күйінде қалған. Үйде жоқ, басқада жоқ. Біз соған сеніп қалдық деді. Қатар үйге қатысты өртенген үйдің қазіргі таңдағы статусы тергеу жүріп жатыр деп айта аламыз ба? Или ол тергеу жүріп жатыр? Өйткені мен сөйлескен кезде іс қайтадан жандандырылды деді. Қандай сатыда екен мен білмедім. Өйткені айттым ғой, Шерзаттың ісін енді ғана біз басымыз қосып жатыр. Бұл Шерзаттың ісі де әлі біткен жоқ. Өйткені апелляция болады, содан кейін үкім күшіне енеді, содан кейін барып үй өртену бойынша да, және Нұрғанаттың ісі бойынша да мен өзім депутаттарға, Абзал Құспанға өзім тікелей өтініш жасаған. Яғни сіздер Россиядан сұрап жатырсыздар ғой. Қосымша Нұрғанат өлген күні сол спутниктен бізге
снимок дейді ғой, соны алып беруді сұрадым. Қаржабай Нұрғанов марқұм қайтыс болған кезде жаназада жаңағы митингке шақырды деді, және полиция қызметкерінің машинасына мүлкіне зиян келтірді деп 15 тәулікке отырып шықты. Оның ісін антикор қарап жатыр да. Неліктен антикор қарап жатыр? Және ол іс қандай статуста? Или болды 15 тәулікке қамалды, оның ісі уже жабылды деген сөз ба? Әлде ол істе бір белгілі статусы бар ма? Қаржабай әкімшілік жазамен тартылып 15 тәулікке қамалып шықты. Одан бөлек бағанағы біреудің мүлкін қасақана бүлдірді деген баппен, қылмыстық іспен іс қозғалған. Қазір шыны керек, мен соңғы рет оны сұраған кезде прокуратура тарапынан маған берген анықтама бойынша антикор алып кетті деді. Себебі неге? Ол енді полиция қызметкерлеріне қатысты жасалған нәрсе ғой. Полиция қызметкерлеріне қатысты жасалғаннан кейін олар өздерінің қызметін пайдаланып істі бұрмалауы мүмкін деген мақсаттан алып кеткен. Яғни олардың айтуы бойынша біз Қаржабайдың мүддесіне қарап жасап отырмыз оны деген сияқты. Оның қазір шыны керек қай статуста екенін білмеймін. Десе де ол бойынша менің өзім солай ойлап отырмын. Ол қандай бір дөңгелек жарылған, ол жақта соны қалпына келтіріп тартылыс мүмкін ба дегендей ой. Айтырмын, мен Шерзаттың ішінен кейін бұл істерге қатты назар аударған жоқ. Сіздің сұхбатыңызда тағы көріп қалдыңыз, айтыңыз, Қаржабай маған келген кезде тіпті айтым жақ, не сұхбат берме, не сыртқа шықпа, тіпті жұмыста істемей ақ қой деген сияқты нәрселер айтқан екен деп, енді жырғасы түсіп келді деп айттыңыз ғой. Айтым неге өйтіп тым шектеу қойып тастады деп ойлайсыз? Мен оны білмедім, не үшін олай еткенін. Айтымның әрекетіне мен шын айтсам бір баға бере алмаймын. Мен айтымды бұрын танымайтын да екенмін. Шерзаттың ісінде айттым ғой, мен қолыма алмайынша бағанағы әлеуметтік желіден ғана біліп жүрдік қой. Бірақ айтымның не үшін шектетілгенін мен нақты білемін. Өйткені Қаржабай келмей тұрып, алдында мамасы менімен байланыста болды. Өйткені мен бір барып өзім көңіл айтып кеткен кезде, олар сіз бірден мен кірген кезде, Мейірман, біз сізді танимыз, өте қатты сыйлаймыз. Ол кезде Қаржабай үйінде болмады. Мен айттым, мен телефонымды тастап кетемін, егер көмек керек болса хабарласын деп. Бірақ Қаржабай хабарласпады. Кейінірек білгенім, айтым, енді айтқаным болу керек, айтым, мен Мейірман ағаның осы командада болғанын қалаймын. Сіздер де жүре беріңіздер, бірақ Мейірман ағаны мен өзім қатты сыйлаймын, топқа қосыңыздар дегенде айтым, былай айтады ғой, түбегейлі бас тартқан. Бізді байланыстырмай қойған. Содан кейін соңғы кездесу кезінде айтым Қаржабаймен кездесуге керек болады. Қаржабай емес, Гүлбарам барады және мамасы барады. Жұмабике ханым. Сол Жұмабике барған кезде қасында бір кісі болады, семьяның жанашыры. Сол өзімен бірге диктофонда запись жасап алады. Себебі айтым шектен шығып дөрекі сөйлей бастайды Жұмабике ханымға қатысты. Ол сендер анау мынау не айтты нақты? Не үшін құрылды ол сонша? Ештеңе құрылған жоқ. Ол Жұмабикені дәл біз сізді қорғамаймыз, біз Қаржабайдың ғана қорғаймыз деп сол дөрекі сөйлей бастайды. Сол дөрекілік жоғарғы тонда болғаннан кейін ол Перизатқа тарайды, Перизат білмеймін, қалай екенін білмеймін. Ол маған келеді, мамасы сұрайды, қарашы, мен мамам сөйтіп сөйледі деп, сосын жарайды, енді өздерің шешіңіз деген кезде ол жазба Қаржабайдың құлағына шалынады. Қаржабай ана не істеген кезде төбе шашықтап тұрады. Менің жердегі қалған жұмағым анама бүйтіп сөйлесе, мен төңкерем, мен бас тартамын дейді. Сөйтіп маған келеді ол. Маған келген кезде де мен айтам, сен ашуға салына берме, енді ол кісілердің де еңбегі бар, бана адвокаттар, мен енді білмеймін қандай жұмыс жасаған, енді белгілі отыр. Бас тартпа, бірлесіп жұмыс жасай берейік деп мен өзім ұсыныс білдірем. Қаржабай мен айтқаныма көнеді, тағы да 4-5 күн жүреді. Айтым, өйткені іс материал бізде жоқ болды да, мен қосымша айтып, іс материал бізге бере берсін, мен таныса берейін. Іс материалдың ең тез алу жолы ол бағанағы айтымның адвокаттарынан алу керек болды. Өйткені біз прокуратурада сұрасақ айтады, енді сіздерге беріп қойғанбыз, адвокаттардан ала сал деді. Саидаға мен өзім хабарласам, Саидаға Перизат арқылы шығамыз, Перизат қайтады, мына үлкен көлемді бармай жатыр, жесткий диск алып кел деп, сөйтіп 2 күн уақыт созады. Сол аралықта мен айтымға хабарласам, айтымға айтам, енді осындай жағдай болып жатыр, бірге жұмыс жасайық,
мен сөйлескім келеді сенімен деп. Айтым менің дауыстық хабарламамды тыңдайды да, бірақ жауап бермейді. Одан кейін Саиданың нөмірін алып, Саидаға өзім жазамын. Ол да оқиды. Содан кейін ана блоктап тастаған несінен көрінеді, WhatsApp-тан. Жауап бермей қояды. Оның өзінде де мен Қаржаубайға айтамын, қоя тұр. Сенің хаттарыңды әрі кері қайтармай тұра тұр. Біз істі алайық, мүмкін бір енді мәмілеге келеміз деп. Сол аралықта олар ешқандай хабар бермейді. Тек уәде етумен болады, ана жәбірленуші тарапта. Мен сол аралықта уже істің материалын аламын. Бір күн күтемін, бір күннен кейін Қаржаубайдың өзі айтады, аға ренжімеңіз, көрдіңіз қандай адамдар. Мен сенің хаттарыңның бәрін кері қайтарамын деп қайтарып алады. Оларды ешкім, мынау кейбіреулер жазып жатады әлеуметтік желіде, Мейірман шеттеткен екен. Мен шеттеткен жоқ. Олар өздігінен кетті, жауап бермей қойды. Әлеуметтік желіге шығып, мен естідім, Қаржаубайдың несін білесіздер ғой, бүгін бүйтіп айтады, ертең бүйтіп айтады деп емін еркін түсініп тұрды. Бірақ ол кезде Қаржаубай да бас тартқан жоқ. Қаржаубай бас тартса, Айтымның өзінен бас тартты, адвокаттарынан бас тартқан жоқ. Түсінікті. Менің мама білесіз ба, Шерзаттың сотын қанша ел көрген? 42 елдің тұрғындары көрген. 42 елдің тұрғыны. 86 сағат тікелей эфир, 36 тікелей эфир болған. 86 сағаттан астам. 42 елден, яғни сол мен ойымша 42 елде тұратын қазақтар көрген шығар енді, өйткені сол қазақша болған. Бұл бүгін жоғарғы соттың Фейсбукта жазған мәлімдемесі емес, Перизат Хайруллина жазды. Енді бұл істің қаншалықты резонансты болған дәлелдейтін факторлар ғой. Оңай болған жоқ. Осы іске енді 36 тікелей эфир болған, яғни 36 сот процесі болған. Сол кезде енді бір қиналған сәтте жаңағы өзіңіздің ішкі кухня дейді ғой, әріптестеріңізден консультация алды, мына жерде бүйтсем, мына жерде сөйтсем екен деген бір көмек қолын созған, бағыт-бағдар беріп жүрген бір адамдар болды ма? Менің басты назарым істе болды, шыны керек. Қазір сізден естіп отырмай, мен өзім бір болжамдадым. Көп болса шетелде 4 мемлекеттер. Өзбекстан қарап отырмын, мен оны Алдыңғы қатарда маған Өзбекстан. жазып отқан комментарийлерден білдім. Қырғызстан қарап отты, қырғыздардың сөйлеп отқандар білдім. Және Қытайдың қазақтары көріп жатты, Корея көріп жатты. Өйткені Кореяда мен жұмыс жасағандықтан олар да біліп. 4-5 мемлекетте болжадым. Бірақ қазір сіз айтқандай 42 деген енді. Ол дәлелденген фактор. Бүгін Перизат жазды Хайруллина. Ол енді үлкен не екен. Көмектесеміз деген азаматтар бір айта кететін бір қоғамдық ұйым көмектесті, жасыратын жоқ. Ол қоғамдық ұйым бастапқыда сол Айтымның командасымен жұмыс жасаған екен. Айтымның командасына белгілі ақы төлеп отқан екен. Қандай қоғамдық ұйым? Қаңтар қоғамдық ұйым ғой деймін, Қаңтар. Олар маған келген себебі, олар білгісі келді, енді келісімшарт жасалып қойған, қай кезден бастап мәке сіз істі алдыңыз, сол кезге дейін біз оларды төлеп берейік, қалғанын біз айық деді. Бізге көмектесеміз деп келген жоқ олар. Сол мағлұматты білу үшін келді. Содан кейін біз де айттық, енді бізде кірісіп жатыр, мен шыны керек Қаржаубайға келген кезде бір тиын алған жоқпын. Қалай жүзеге асыратынын да білген жоқ. Мен бірақ сенімді болдым. Мына Қаскелеңде болады, жарайды, көп шығын кетпейді, менің компаниям бар, мен сияқты көтерермін деген ойда болдым. Бастапқыда айттым ғой, мен өзім қалтамнан шығарып жүрдім. Барып келгеннің өзінде күніне 100 000 теңге кетіп қалады. Қанша адамның тамағы бар, бензині бар, жататыны бар. Содан кейін мен өзім бағана Қаңтар қоғамдық бірлестігінде айттым, ең болмағанда сендер менің жол шығыныма көмектесе аласыңдар ма деп. Олар жол шығынымды көтеріп берді. Енді кеше бухгалтерге ғана енді есептетіп жатырмын. Олардың бергені енді сол жол шығынынан аспайды, бірдей былай бізге кетіп отыр. Солар ғана көмектесті. Былай еңбек ақы дегенді біз алған жоқпыз, ондай біз ойлағанда жоқ, шыны керек. Бүкіл халық сұрап отқаннан кейін мен өзім компаниямен шығын кетсе кетер деген, бірақ халықтың қалауын жасайық, қолымыздан келгенше аянбайық дедік. Қаржаубайдың өзіне бағана сіз айтып кеткендей, Айтым көп шектеу қойып тастаған. Маған келгенде осы жерде ұнжырға түсіп кеткен, қайда шығарып білмейді, қайда барарын білмейді. Ағам маған жұмыс істесем бола ма деп сұраған кезде мен жағам ұстадым. Саған біреу осындай тыйым салдым дедім, Айтым маған жұмыс істеуге де былай рұқсат бермегендей қылды деді. Біздің қайда шығуымыз керек, не істеуіміздің керектігін бәрін біз солардың рұқсатымен істеп отырдық деді.
бастапқыда олар бір белгілі бір неде ғой, үйдің жалға берген ақысын төлеген, сондықтан олар өзі тәуелді болып қалғандықтан солардың айтқанынан шыға алмай қалған. Мен бірден айттым, сен жұмысқа шығуың керексің, сен мына күйзелістен шығу үшін жұмысқа айналу керексің. Қазір сол жұмыстың арқасында ғой кішкене өз өзіне келіп жатқаны. Үйлерінен де шығармай қойған, ешқайда шығармайсың деді. Мен Астанада олар біраз уақыт тұрған. Сондықтан мен шын айтсам, қазір Шерзат өзіміздің халықтың сүйікті бір кішкентай баласы болды ғой. Қажыбай да сүйікті өзіміздің бауырымдай болып кетті. Біле білсеңіздер, кешегі ол мені қатты құшақтап тұрып қысқаны мен үшін сол дегені болды, ол үшін де мен үшін де. Қажыбай көп нәрсе айтпайды. Аға, сізге сенем, сізге аманат деген сөзді айтады. Ол маған ауыр жүк, шын айтсаңшы. Кейде ойлаймын, соны айтпағаны жақсы еді ғой деп. Ол айтады, содан кейін ол жүкті мен арқалаймын. Күні түні шыны керек. Өткенде біреу күліп айтады, Мейірманға үйіне барып қалсақ, Қажыбайдың делосын құшақтап ұйықтап отыр. Сондай жағдайда да болды. Қандай болғанда да, менің қасымда көмекшілерім болғанда да, Қажыбайдың алдында жауап беретін мен ғой. Мен сол жауапкершілікті қатты сезіндім. Ана кісілер қасымда көмекшілердің де көмек шексіз, бірақ олар жауапкершілікті менің алдымда ғана сезінеді. Болса болар, болмаса да. Ал мен Қажыбайдың алдында ғана емес, бүкіл халықтың алдында жауапкершілік сезінемін. Сондықтан мен бір қатты күйде жүргенім сондықтан шығар. Енді сұхбаттың түйінін жасайық аға. Айттық қой бағана 42 ел деп, жас аралығына келетін болсақ, 20-25 және жасөспірімдер дағы көрген екен. Яғни 13 пен 16 жас арасындағы жасөспірімдер 20-25 жас аралық. 1 миллионнан астам қаралым, және ол күннен күнге көбейіп жатыр дейді. Уже сот өтіп кетсе де кіріп қайттан көріп жатқандар бар екен. Бұл енді істің біріншіден резонанс екенін көрсетеді, кеңінен таралған. Екіншіден бұл енді былай қарасаң сабақ. Яғни әрбір істеген ісіңнің салдары бар, жауапкершілігі бар, және оның артында не болып кетуі мүмкін екенін, жай тепкеннің өзі үлкен резонанс болып кетуі мүмкін екенін дәлелдейді. Енді істің бір түйінін жасап жүрсеңіз. Дұрыс айтасың. Мысалға, бізде неге екені белгісіз азаматтарымыз сенуден қалған. Мен көреміз бағдарламасымен бірлесе отырып қаншама шетелден азаматтар алып келген кезде, Таиландтан мысалға, сол 5-еуін алып келдім ба, 6-7 түскен кезде алып келеміз, содан сұраймыз, сен көрген жоқсың, көреміз бағдарламасында осындай жағдай. Тура сенікіндей болды ғой деген кезде, көрдім дейді. Көріп тұрып бардым дейді. Ол шоу деп ойладым дейді. Басқа тура осындай оқиғалар кинодан көрсе де, олар кино ғой деп ойлайды. Бірақ мына дәл өмірдің оқиғасы болды. Мен кеше ғана көшеде кетіп бара жатсам, енді көп азаматтар, әйел азаматтар көбін тоқтайды. Аға рахмет деп қолымды қысып, сонда бір әйел азамат айтты, аға деді, мен осы істі, баламды басынан аяғына дейін көргізіп, телекранның алдына отырғызып қойдым деді. Өте кеше керемет сабақ алды деді. Осы уақытқа дейін мысалға жастар білмейді. Мысалға қылмысты хабарламау бұл қылмыс екен, бәріміз ойлаймыз ғой. Бізде тәрбие берсек те қазір жасыратынымыз жоқ. Ана жерде төбелес жатса өтіп кет деп айтады. Өтіп кеткеннің өз қылмыс екенін қазір қоғам түсінді. Ол бір. Екіншіден, болмашы нәрсе, мысалға пиво дейік, басқа дейік, соның ерегістің, егоның, менменшілдіктің жеңілу емес, мысалы бәріміз бір нәрсе қылып жеңіміз деген үстемдікті көрсетудің аяғы қандай қылмысқа алып келеді. Көрді. Үшіншіден, ол жерде жас балалар, кәмелет жасқа толмаған балалар түнгі сағат 12-де не істеп, не қыдырып жүрді. Әке шешесінің қадағаламағаны ана Думан Ысқақты сотталушылардың қатарына алып келіп соқты. Осыдан бір сабақ алып отыр деп ойлаймын. Уақытша болмасын, балалар үшін шырылдап жатыр ғой сотталушылардың да ата-анасы. Ол енді қалыпты жағдай, ана деген өз бала үшін жанын, жүрегін береді. Өйтіп сотталып кеткеннен кейін емес, сотталғанға жеткізбей тәрбиелеуді қолға алу керек. Тәрбие жоқ жерде қандай салдарға алып келіп жатыр. Кішкентай балаға мен әлі түсінбеймін. Шыны керек, мен өзімде жас болдым, бізде көше заңы дегенде болды. Жас болғаннан кейін қаның тасып тұрады ғой. Бірақ көше заңында да бұндай бассыздық жоқ еді. Кішкентай балаға жабылу деген бұл ешбір заңға сәйкес келмейді. Одан қалса пышақпен ұру. Одан қалса анасын көз жеу. Ол деген бізде айтқан ғой,
не көше заңына келмейді, не басқа заңға да келмейді. Сондықтан ол жігіттердің ана дайето правданың ішінде отырып жігітше деген сөздеріне мен өте айтайын деп едім, мен сотта айтуға болмайды ғой. Қай жері жігітше бар. Біреу келіп Шерзат жарайды біреуді соғып қойды деді ғой, содан басталып отыр ғой. Әй, бұрышқа тақап әңгімеңді айтса, ағалық ақыңды. Ол түсіндіріп береді не үшін ағаны. Негізі Аскентай өзі бар бұқтаған. Баны өзі де айтып отыр ғой. Мен төлем жасадым, келем көрсетем, Алтаева деген көрсетем. Содан кейін Қаржыбай айтады, жарайды, түспейді, жүр, бара бер деп шығарып салады. Ол қайта келеді, мен түсті ғой деп. Тура сол әрекетті адамның мазасын ала бергеннен кейін ол барады да Қаржыбай тыңдамағаннан кейін Шерзатқа жасайды. Шерзат бір тыңдайды, екінші тыңдайды, деп тұрып банаға Аскентай ана жерде оны бір періште қылып көрсетіп жатыр ғой, бұқтамайды деп. Ол жауып алу хаттамасында бұқтап тұрып көрсеткен. Мына кішкентай пацан өтімді жарып жіберді деп тұрып көрсеткен. Ол дәл Шерзатқа барып соны боғауыз айтты дегенге мен сенемін. Шерзат енді бала ғой, анасын ешкім боқтатқызбайды. Бұл көше заңында да сондай. Бала анасы үшін өліп кетеді. Иә, бір соққан шығар. Сол жерде шешілетін нәрсе еді ол. Ал енді топырлатып келіп, бір бандиттар сияқты. Бандиттар да ондай болмаған. 90-шы жылдың бандиттарын мен ашып айттым ғой, ондай болмаған. Сондықтан өзінің күшін көрсету неге алып келетінін көрсетті. Күшін емес, қазір күшпен емес, біліммен сынасатын ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Рахмет аға сұхбатыңызға. Рахмет сізге.